Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте қарапайым әрі дәмді кокос қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды миксердің жоғарғы жылдамдығымен 2 есе ұлғайып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Енді қаймағымыз бен ерітілген сары майымызды қосып, миксердің төменгі жылдамдығымен бір араластырып аламыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды ситадан өткізіп жұмыртқалы массамызға қосамыз. Қалауыңызға қарай ванилин қоссаңыз болады. Енді барлығын миксердің төменгі жылдамдығымен біркелкі болғанша араластырамыз. Ең соңында қамырымызға 2 ас қасық кокос стружкасын қосамыз. Қалауыңызға қарай мейіз жаңғақ қоссаңыз да болады кокостың орнына. Және массамызды біркелкі етіп араластырып, пергамент қағазы төселген 20 диаметрлік формамызға құямыз. Массамызды біркелкі етіп жайып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 45 минут пісіреміз. Піскен піспегендігін ағаш шпажкамен тексеріп көріңіз және толықтай суытамыз. Суыған пирогымызды қант ұнтағымен әрлейміз. Біздің пирогымыздың дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.